Бэтмен де келіп қалды. Сәлем. Тыңда, менің саған бірінші тапсырмам бар. Сенің мына қара машинаң тым қорқынышты әрі қап-қара. Егер маған ұнағың келсе, оны тез арада ең әдемі, ең ашық түске өзгерт. Машинаңды қызғылт, яғни розовый қыл. Не? Розовый Батмобиль. Ренза, мен Готэмнің қатал батырымын ғой. Жарайды, сен үшін бәріне дайынмын. Қазір автосервиске барып, машинаны бояп келемін. Күте тұр. Міне, автосервиске де жеттім. Қазір мына батырманы басып, машинаның түсін өзгертемін. Ойбу, менің қап-қара, крутой Батмобилім енді розовый болып жатыр ма? Мынау не масқара? Брукхейвендегі басқа адамдар көрсе, күлкіден жарылатын шығар. Ренза, мінекей. Қараша, менің Батмобилім енді толықтай розовый. Бұрын-соңды мұндай Бэтменді көрдіңіздер ме, достар? Енді менімен бірге қыдыруға келісесің бе? Мәссаған, мынау нағыз тамаша ғой. Розовый Батмобиль өте крутой көрінеді екен. Саған жарасып кетті, ха-ха-ха. Жарайсың, Бэтмен, бірақ бұл тек бірінші тапсырма ғана. Екінші тапсырма одан да қиын болады. Екінші тапсырма. Сен тек қана үйлердің шатырында ұшып бандиттерді ұстайсың. Ал кәдімгі жұмыс істей аласың ба? Маған Брукхейвендегі ең үлкен, ең дәмді тортты сатып алып әкел. Бірақ ақшаны өз еңбегіңмен тап, ешқандай супер күш қолданба. Кәдімгі жұмысқа тұр. Ойбу, жұмыс істеу дейді ме? Мен өмірімде жұмыс істеп көрмеппін ғой. Жарайды, Ренза үшін бәрін істеймін. Қазір бургерханаға барып, ақша табамын. Сонымен бургерханаға келдім. Бірінші не істейміз? Аха, көкөністерді турау керек екен. Мына пышақтың кішкентай ғой. Қиярды былай тураймыз, қызанақты былай тураймыз. Ой, саусағымды кесіп ала жаздадым ғой. Батыр болу қияр турағаннан оңай сияқты. Енді мына етті плитаға қоямыз. Біз етпіз. Рензаға ең дәмді бургер жасап беремін. Ой, ана жақта біреу кіріп жатыр ма не? Сәл айналып келейін. Ойбу, мәссаған етім күйіп кетіпті ғой. Көмір болып қалыпты ғой. Мына күп күйік етті қолмен ұстап тұрмын, қап-қара болып кетіпті, ха-ха. Ренза мынаны көрсе, мені мүлдем жолатпайды ғой. Бургер пісіру маған емес екен. Аспаз бола алмадым, енді еден жуушы болып жұмысқа тұрдым. Мына жердің еденін тап-тұйнақтай қылып жууым керек. Нағыз батыр еденді де күшті жуады. Мына швабраны былай ұстаймыз ба? Оңға, солға. Оф, белім ай. Бандиттермен төбелескенде де белім бұлай ауырмаған еді. Жуамыз. Міне еден айны сияқты жақырап кетті. Ақшамды алып, Рензаға тезірек торт сатып алайын. Міне дүкенге де жеттім. Тапқан ақшама Рензаға ең күшті тортты таңдауым керек. Маған мына ең үлкен, ең тәтті тортты беріңізші. Міне маңдай термен тапқан ақшам. Алақай, торт қолымда. Енді оны абайлап ұстап, розовый Батмобиліме отырамын. Жолда тортты құлатып, бүлдіріп алмай, абайлап айдау керек. Ренза, мен саған қарай зымырап барамын. Газды басамыз, кеттік. Ренза, міне, мен бургер пісірдім, мектептің еденін жудым. Қатты шаршадым, бірақ саған ең тәтті тортты сатып алдым. Жеп көрші. Алақай, торт кәдімгідей дәмді екен. Сенің нағыз еңбекқор батыр екеніңе көзім жетті. Маған қатты ұнады. Бірақ қуануға ерте, Бэтмен, өйткені ең соңғы, ең қызықты үшінші тапсырма қалды. Үшінші, ең соңғы тапсырма. Бэтмен, сен тым салмақтысың, ешқашан күлмейсің. Маған сенімен көңілді екенін дәлелде. Қаланың қақ ортасына шығып, ең күлкілі, ең жынды биді билеп бер. Бүкіл Брукхейвен көрсін. Неге? Брукхейвеннің ортасында билеу керек бе? Ойбу, ұят-ай. Жарайды, Ренза, сен үшін бәріне дайынмын. Музыканы қостым, кеттік. Оңға, солға секіреміз. Ха-ха, достар, мына менің биім қалай. Лашым жан-жаққа ұшып жатыр, ұят-ай. Бірақ Ренза күліп жатыр, демек бәрі күшті. Билейміз. Ха-ха-ха. Ой, Бэтмен, тоқташы, күлкіден ішім ауырып кетті. Саған мына би өте күлкілі жарасады екен. Жарайсың, сен үшінші тапсырманы да орындадың. Уф, шаршап кеттім. Ренза, мен машинаны розовый қылдым. Бургерханада жұмыс істеп, еден жудым. Саған торт әкелдім. Тіпті халықтың алдында биледім де. Мен барлық тапсырманы орындадым. Енді сен менің қызым болуға келісесің бе? Сен шынымен де өте тырыстың, Бэтмен, маған қатты ұнады.
Бірақ мен саған бірден иә деп айта алмаймын. Мені қызым болу оңай емес. Мен саған әзірге тек менімен бірге қыдыруға және дос болуға ғана рұқсат беремін. Алақай, оған да келісемін, онда жүргеніңіз ақ. Достар, Бэтмен тапсырмаларды қалай орындады күшті ме? Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға жазылыңыздар. Ал келесі серияда Бэтмен маған тағы қандай тапсырма орындасын? Өз идеяларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер, бәрін оқимын. Пока-пока, достар.